Бүгін бізде географиядан ашық сабақ өтеді. Бірінші сабағымызды бастамас бұрын ең бірінші орнымызда отырып нейро жаттығуын жасаймыз. Жасаймыз. Қолымызды қояйық. Ал енді бірінші топ ар жағы болса, екінші топ бер жағы. Бұл қалай бөлініп тұр? Осылай отыра қалайық. Енді балалар, үйге қандай тапсырма берілді бізде өткен тақырып бойынша? Өзен мен мұздықтар. Өзен аңғарлары бойынша. Енді сендердің алдарыңда балалар үй тапсырмасына ссылка беріліп тұр. Осы ссылканы басып, үй тапсырмасындағы берілген тапсырманы орындаймыз. Тапсырмалар берілген, осыны сәйкестендіреміз. Видеодagi ағарай жеке жүкті тапсырмаларға соларды орындаймыз. Назарларың экранда. Мұздықтар. Мұз өзендері жердің барлық континенттерінде. Тіпті Африкада Килиманджаро тауының биік шыңында да кездеседі. Антарктидадағы мұздықтардың қалыңдығы сонша, тек ең биік таулардың ғана шыңдары көрінеді. Дегенмен жер бетіндегі тұщы судың 4/3 бөлігі осы мұзды су қоймаларында жинақталған. Қардың қабатталуы, олардың еруінен тезірек жүрген жағдайда мұздықтар түзіледі. Мұздықтар әр шерінген сайын жер бедерінде өзгеріс қалдырып отырды. 42.248-і 1 километр квадратты құрайды. Алаңы 100 километр. Тақырып бойынша видеоны көріп алдық. Бізде мұздықтар және көлдер. Көлдер дүние жүзі бойынша құрлықтың 2% ғана алып жатыр. Осының ішінде бізде Қазақстанда қандай көлдерді білеміз? Ертіс, Балқаш, Алакөл. Ал дүние жүзіндегі ең үлкен қандай көл дедік біз? Каспий. Жақсы. Енді қазір сендерге жүктік жұмыстар қаратылады. Жүктік жұмысты орындаймыз. Бізде Қазақстандағы ең үлкен көл, ол бізде Каспий көлі. Ал екінші көлінде бізде Балқаш көлі. Одан кейін бізде Қазақстанда Алакөл бар. Одан кейін мұнда Жайсан көлі бар. И мына жерде Кішкене көлі бар. Сонымен бізде Қазақстанның көлдері бітеді. Мұздықтар мен таулар көшеттері. Сондықтан мен бұны жамылғы және тау мұздықтары деп белгіледім. Және хан сандары және
Усталас ол бізде көлем бойынша екінші орын алады. Ал хан тәңірі бізде бірінші орында алады. Хан тәңірінің биіктігі 6995, ал Усталастікі бізде 4604. Картаны көрсетейікші? Не хан тәңірі шыны? Жақсы. Қар, жауын, мұздықтар. Өзен, сулар, көлдер, тау мұздықтар. Тамшы арқылы сұрақтар беріледі. Қазір Липити платформасы арқылы айналады. Кімнің аты түседі, сол оқушы осы кезек-кезек әр оқушы 4 оқушыға сұрақтар беріледі. Жақсы ма? Перизат. Құрлық сулары қандай ерекшеліктерге ие? Құрлық сулары тұзды және ащы болып бөлінеді. Яғни бізде көлдерден бізде өзен ағындары ағады және де одан адамдардың ауыл шаруашылығына яғни егінге де және де малдарға да қажет болады. Жақсы. Көп бөлігін алғандықтан бізге құрлыққа, суға, егінге де мал шаруашылығына да теріс әсерін береді. Және де оның температурасы төмен болғандықтан ол салқын және суық болып келгеннен ісіп қалуды әсері болады. Эрозияны да көп алып келеді. Таулардың өздерінің пішінен ауысуға әсерін тигізеді. Жақсы. Сендерге мынадай кесте берілген, көлдер мен мұздықтардың пайда болу жолын, түрлерін, Қазақстанда және дүние жүзіне таралған мұздықтардың атауын жазады. Сендерге қосымша ссылка беріліп тұр. Осы ссылка кіру арқылы қосымша мәлімет ала аламыз. Содан кейін бар пайда болу жолдарын, түрлерін Қазақстан бойынша, дүние жүзі бойынша дискриптор арқылы толтырып шығамыз. Бұл жеке жұмыс балалар. Ссылка арқылы кіріп шығамыз. Өз-өзімізді бағалайық, өз-өзімізді салыстырайық жауабымызбен, және кестеге толтырғандарыңды. Көріп тұрмын бәрімізге тақта? Дүние жүзінің көлдерін кескін картаға түсіреміз, және мұздықтарын кескін картаға түсіреміз. Енді ноутбугымызды бір жақ шетке қояйық, та мына кескін картаға атласымызды алып, бір топ сендердің топтарын дүние жүзі көлдерін кескін картаға түсіру, сендер дүние жүзілік мұздықтарды кескін картаға түсіру. Солтүстік мұхит бұл солтүстік полюсте, ал Антарктида бізде оңтүстік полюсқа кіреді. Жақсы. Бізде Қазақстанда Каспий көлі, Ресей Федерациясының оңтүстік жағында Байкал көлі, одан кейін Қазақстанда Алакөл көлі де орналасқан. Солтүстік Америка жақта үлкен еріксіздік көлі бар. Және де оның астыңғы жағында бізде Мичиган көлі бар. Classroom Screen платформасында кері байланыс жасаймыз бағдаршам арқылы. Үйге тапсырма 22-ші параграф оқып мазмұндаймыз және контур атласпен жұмыс жасап келеміз. Бүгінгі сабақ бойынша өте белсене қатысқан Жігер 9 балл, Зухра 9 балл,
Перизат 9 балл. Аяр 7, Ажар 7, Диас 7 балл. Осымен сабақ аяқталды, сау болыңдар.